жалпы қоғамымызда заң мен тәртіптің үстемдігі болу қажет. Басқа жолмен ешқандай жұмыс табысты болмайды. Тек бос сөз бен жалған ұрандардың астында қаламыз. Әрбір әлеуметтік мәселені қаншалықты күрделі болса да, әсіре саясиландырудың қажеті жоқ. Біз бәріміз бір мемлекет болып, бір қоғам болып, кез келген түйткілді шеше алатынымызға ешқандай күмән болмауға тиіс. Қазақ қай заманда да үлкенін сыйлаған, ақсақалдардың аталы сөзіне тоқтаған, ал аузы дуалы қарттарымыз әрдайым елдің ұйытқысы болған. Қариясы бар елдің қазынасы бар деген сөз содан қалған. Біз халқымыздың игі дәстүрлері мен қазіргі заманның талаптарын үйлестіріп білгеніміз абзал. Осы орайда мен ақсақалдар кеңесінің жұмысын жандандыру керек деп санаймын. Шын мәнінде ел ішінде жастар ақыл кеңесін айтып, дұрыс жол сілтейтін данагөй қарияларымыз аз емес. Ақсақалдарымыз өскелең ұрпақты тәрбиелеуге, ел бірлігін сақтауға, ат салысып ортақ іске зор үлес қосары анық. Ақсақалдар кеңесі барлық аймақта бірдей белсенді емес. Сондықтан оның жұмысын жүйелеп, жандандыру керек. Бәлкім, кеңестерді ассамблеяның жанына топтастыру дұрыс болар еді. Олардың беделін көтеріп, мәртебесін арттыру қажет. Бұдан еш ұтылмаймыз.